Ассалаумағалейкум. Өте дәмді пирожкилер даярлаймыз. Бисмиллах деп ең алдымен қою үйіп ашыған сүтті немесе бір 500 мл айранды аламыз. Бір жұмыртқа, бір ас қасық өсімдік майын, бір немесе 2 ас қасық қант, бір шай қасық ас содасын салып, барлығын араластырып аламыз. Бөлек кең ыдысқа 900 грамм ұнды елекштен өткіземіз. Дайын тұрған сұйықтықты ұнның үстіне құйып, жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін ас пленкасымен жауып, 30 минутқа дем алуға қалдырамыз. Осы уақыт аралығында жарты келі картопты асылған еземіз. Бір пиязды алтын сары түсте болғанша қызартып қуырып, картопымыздың үстіне саламыз. Пирожкидің салмасына қара бұршы мен тұзын татуына қарай саласыздар. Мен мұнда бір шай қасық қара бұрышты және 1,5 шай қасық тұз салып жақсылап араластырып алдым. Жарты сағат дем алған қамырымызды теңдей етіп 14 бөлікке бөліп алдым. Егер 14 бөлікке бөлсеңіздер, даярлап жатқан пирожкилеріңіз үлкен көлемді болады. Орташа немесе кіші көлемді болған қаласаңыздар, 20-дан аса бөлікке бөлгендеріңіз жөн. Қамырларымызды домалақ етіп, бетін ас пленкасымен жауып қоямыз және шетінен біртіндеп қамырды қолымызбен жайып созып аламыз да, ішіне 2 ас қасық картоп салмасын саламыз және шет жақтарын бір-біріне жабыстырып бекітеміз. Дайын болған пирожкилерімізді бекіткен жағын төмен қаратамыз да, ішіндегі салмасын ортасынан шет жағына қарай басып, жайып аламыз. Міне тағы бір мәрте көрсетіп жатырмын. Қолдың көмегі. Мұнда ұнның да және де майдың да ешқандай көмегі керегі жоқ. Қамырды қолыңыздың көмегімен жайып, 2 ас қасық толтырмай картоп салмасын саламыз да, екі жақ шетін ең алдымен бекітеміз және ортасын бекітіп аламыз. Төменге қаратамыз да, орта жағынан салмасын екі жақ шетіне де теңдей жететіндей қолыңызбен басып алғаныңыз жөн. Кейін қызып тұрған өсімдік майында қызартып, орташа отта немесе орташа оттан сәл төменірек отта пісіріп алғаныңыз жөн. Егер қамырыңыз қалың болса, өте қатты қызуда пісірудің керегі жоқ. Шикі болып қалмас үшін. Міне біздің алғашқы пирожкилеріміз дайын болды. Салфетка төселген ыдысқа салып, артық майының сіңгенін күтеміз. Баршаңызға ас болсын. Біздің тез даярланатын пирожкилердің рецепті ұнаса, біздің арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздер қандай әдіспен пирожкилерді дәмді етіп даярлайсыздар, комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыздар. Және де лүпілдеріңізді аямаңыздар. Келесі ас мәзірі видеосында кездескенше сау болыңыздар.